Koş. Mында келсің. Жүрмейсің ба? Қайдасың да? Сәкеңе қонаққа шақырды ғой, сен айтпадың ба не? Жоқ, айтудай айтты ғой, бірақ қалай барамыз айға? Менімен барасың? Мына тұрған үй ғой, қалай барамын дейсің? Жоқ, оны айтып отқан жоқпын. Аузым берік қой, оразамын ғой мен. Тамақты үсте қалай отырамын? Мен де оразамын ғой. Күндіз болса да енді ауыздашамыз енді. Кейін қазасын өтей саламыз. Қой, кім айтып жүр өйтіп? Мына Google'да солай жазылып тұр. Кән? Көрдің ба? Муслимнен жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қайсы біріңді қонаққа шақырса қабыл алсын. Егер аузы берік болса, шақырған шаңыраққа дұға жасасын деген. Егер аузы берік болмаса, алдына қойылған астан дәм татсын деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бұл хадисі нәпіл оразаларға қатысты айтылған. Егер Рамазан айында әдейілеп оразасын бұзатын болса, кафаратын ұстайды. Рамазан айы мүбәрәк болсын.